Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызашарға тойымды, өте дәмді ерекше тағам түрімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, ортасын осылай ашамыз да үстіне жылы су, сұйық май, 1 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз және де 1 шай қасық ашытқымызды салып араластырамыз. Сұйықтықты үстінен араластырып алғаннан кейін ұнымен бірге араластырамыз да, кейін қолымызбен осындай жұмсақ қамыр илейміз. Қолға осындай кішкене жабысыңқырап тұрады, үстінен сұйық майымызды құямыз да, сұйық майымыз кішкене сіңгенше илейміз. Бетін жауып жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Қамыры ашығанша подливын дайындаймыз. Ол үшін қазанымызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Үстіне майдалап туралған етімізді саламыз. Осы етімізді қуыру барысында еттің өзінің сөлі бөлінетін болады. Сол сөлі тартылғанша жақсылап қызартып қуырып аламыз. Міне осылай қуырылғаннан кейін үстінен ұсақтап туралған пиязымызды және сарымсағымызды салып, араластырып, тағы да бір 3-4 минут аралығында жақсылап қуырамыз. Кейін 4 бұрышты майдалап туралған сәбізімізді саламыз, араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін майдалап туралған осы баклажандарымызды және де болгар бұрыштарын саламыз. Бұрыштармен де қатырылған түрі. Баклажанды салсаңыздар да салмасаңыздар да болады, өз еркілеріңіз. Жақсылап осылай араластырып қуырып аламыз. Одан кейін үстінен картобымызды саламыз. Барлығын осындай 4 бұрышты майда қылып турау керек. Картобымызды салып араластырып алғаннан кейін үстінен дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де 2 ас қасық осындай соя соусын қосамыз. Бұл тағамға әдемі түс әрі дәм беретін болады. Одан кейін жарты ас қасық томат пастасын салып араластырып жақсылап қуырамыз. Маған жарты ас қасық томат пастасы аздау болып көрінгендіктен тағы да жарты ас қасық қостым. Сонда 1 ас қасық томат пастасын саласыздар. Подливымызды араластырып, томат салғаннан кейін тағы да бір 3-4 минут жақсылап қуырып аламыз. Кейін үстінен тастай су құятын боламыз. Суымыз біздің подливымыздан сәл ғана асып тұруы қажет. Мен подливым ішінде сүйек болғандықтан кішкене тағы да су қосып жібердім. Жалпы бұл тағамға сүйек қосудың қажеті жоқ. Біздің үйдегілер етті өте жақсы көргендіктен мен осындай сүйек қосып жібердім. Және де дәміне қарай 1-2 лавр жапырағын қоссаңыздар болады. Бетін жауып қайнағанша қалдырамыз. Қайнағаннан кейін міне осылай қайнап шығады. Бетін қиғайлап жауып, астын басып, баяу отта бүркілдетіп, қайнатып пісіріп аламыз. Енді кезекте қамырын дайындайтын боламыз. Қамыры бізде осылай ашып тұр. Енді ашыған қамырымызды ұнның көмегімен, оқтаумен жайып аламыз. Міне видеода көрсетілгендей қалыңдықта жаясыздар және де осының үстін сұйық маймен жақсылап майлап шығамыз. Құрметті менің оқырмандарым, қазақша контентті каналдың дамуына үлес қосып, менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Енді қамырымызды осындай кесенің домалақ заттың көмегімен осылай домалақ етіп, ойып кесіп аламыз. Міне енді видеода көрсетілгендей 2-ге бүктеп, осылай майланған манты қазандарымыздың үстіне орналастырып шығамыз. Мінеки осылай барлығын орналастырып аламыз да, қайнап тұрған судың үстіне қойып, 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шығады. Енді осыны үлкен тарелканың шет-шетіне қамырларын ортасына подливын қойып, ортаға ұсынсаңыздар болады. Немесе қамырын бөлек тарелкаға, подливын бөлек тарелкаға қойсаңыздар да болады. Өте дәмді тағам, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп-көп рахмет.